Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық құрылымы және модельдері. Оқу мақсаты: дүниежүзі елдерінің шаруашылық құрылымын бағалау, дүниежүзі елдерінің шаруашылық құрылымы бойынша жіктеу, дүниежүзілік шаруашылығының аумақтық модельдерін талдау. Алдыңғы білімді тексеру. Бірінші сұрақ: шаруашылықты орналастырудағы дәстүрлі факторды көрсет. Көлік, ғылым, экологиялық, заманауи, халық саны. Екінші сұрақ: нан, кондитер, сүт фабрикаларын орналастыру факторын анықта. Шикізат, тұтынушы, аумақтық фактор, табиғи фактор және көршілік. Үшінші сұрақ: Баранский экономикалық географиялық жағдайдың неше түрін анықтаған? 2 түрі, 3 түрі, 4 түрі, 5 түрі, 6 түрі. Төртінші сұрақ: теңіз жағалауында географиялық орнын тиімді пайдаланатын елдерді ата. А. Сомали, Корея. В. Мексика. С. Сингапур, Қытай. Д. Нидерланд, Франция. Е. Қытай, Ауғанстан. Жаңа сабағымызды бастайық. Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық құрылымы және модельдері. Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық құрылымы ол аумақтық түзілімдерге жіктелуі болып саналады. Оның түрлері мынадай: аймақтар, экономикалық зоналар, аудандар, өнеркәсіп кешендері, орталықтары және өнеркәсіп торабы деп бөлінеді екен. Дүниежүзіндегі шаруашылықтың құрылымына жататын аймақтар саны 7. Олар Солтүстік Америка, Латын Америкасы, Африка, Австралия және мұхиттық аралдары, ТМД, Европа және Азия. Аймақтар өзінің тарихи, табиғи және экономикалық жағдайларына қарай, шаруашылық мамандануы мен орналасу ерекшеліктеріне қарай аймақшаларға бөлінеді. Мысалға, Европаны алатын болсақ, ол Европа аймағы мынадай аймақшаларға бөлінеді: Шығыс Европа, Батыс Европа, Солтүстік, Орта және Оңтүстік Европа. Картадан көрсететін болсақ, аймақтар дүниежүзінде саны 7 екен. Солтүстік Америка аймағы, Латын Америкасы аймағы, Африка аймағы, Европа аймағы және Азия аймағы, Австралия және мұхиттық аралдар аймағы, ТМД елдері аймағы деп осылай жер шарында мемлекеттер шаруашылық құрылымына қарай 7 аймаққа бөлінеді екен. Аймақтар өзінің ерекшелігіне қарай, мамандану саласына қарай, шаруашылығына қарай, тарихи ерекшелігіне қарай, орналасуына қарай, экономикалық жағдайына қарай аймақтар аймақшаларға бөлінеді. Мысалға, Европа: Солтүстік Европа елдері, Оңтүстік Европа елдері, Батыс Европа елдері, одан кейін Шығыс Европа елдері және Орталық Европа елдері деп бөлінеді. Енді аймақтардан кейін шаруашылықтың аумақтық құрылымына жататын тағы да бір түрі ол экономикалық аудан. Оның мысалында өзіміздің елімізді алдым. Қазақстанда 5 экономикалық аудан бар және 17 облыс бар. 2022 жылы Қазақстанда Қарағанды облысы 2 облысқа бөлінді, Ұлытау облысы және Қарағанды облысы. Шығыс Қазақстан облысы 2 облысқа бөлінді, Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы. Алматы облысы 2 облысқа бөлінді, Жетісу облысы және Алматы облысы деп. Сонда бізге жаңадан қосылған 3 облыс: Жетісу облысы, Абай облысы және Ұлытау облысы. Енді экономикалық аудан туралы айтайық. Экономикалық аудан дегеніміз өзінің өндірістік мамандануы, тығыз ішкі экономикалық байланыстары бар және елдің басқа бөліктерімен өзара байланысқан ел шаруашылығының географиялық тұрғыдан біртұтас аумағын айтады екенбіз. Қазақстанда 5 экономикалық аудан. Біріншісі Солтүстік Қазақстан экономикалық ауданы, құрамына 4 облыс кіреді: Қостанай облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар облысы және Ақмола облысы. Одан кейін екінші экономикалық аудан Оңтүстік Қазақстан экономикалық ауданы: Жетісу облысы, Алматы облысы, Жамбыл облысы, Түркістан облысы және Қызылорда облысы. Үшінші экономикалық аудан Батыс Қазақстан экономикалық ауданы: Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысы, Атырау облысы және Маңғыстау облысы.
Шығыс Қазақстан экономикалық ауданы 4-ші, Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы. 5-ші экономикалық аудан ол Қарағанды облысы және Ұлытау облысы. Аудандар ішінара аудандарда өнеркәсіп торабы және өнеркәсіп орталықтары жіктеледі. Сонымен қатар шаруашылық құрылымына жататын тағы да бір термин ол экономикалық зоналар. Экономикалық зоналар негізінен ірі елдерде өндіргіштерінің дамуының өзіндік табиғи және экономикалық жағдайлары тән аудандардан тұратын ірі аумақтық түзілімдер ретінде анықталады. Экономикалық зоналардың түрлері: еркін сауда зоналары, өнеркәсіптік өндірістік зоналар, сауда өндірістік зоналар, қызмет көрсету, туризм зоналары, технополистер, транзиттік, экологиялық экономикалық зоналарға бөлінеді екен. Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық дамуына қарай аумақтық модельдері қалыптасқан. Олардың 4 түрі қазіргі уақытта қарастырылып отыр. Біріншісі, екі бөлікті модель. Жер шарындағы мемлекеттерді дамыған елдер және дамушы елдер деп екі топқа бөледі. Дамыған елдерді солтүстік, дамушы елдерді оңтүстік елдер деп айтады. Үш бөлікті модель. Бірінші, дамыған елдер, өтпелі экономикалық елдері және дамушы елдер. Дамыған елдерді білеміз, жер шарындағы ең күшті дамыған елдер, олар ақш-ты айтсақ болады, Канаданы айтамыз, үлкен жетілік елдерін айтсақ болады. Ұлыбритания үшеу, Франция, Германия төртеу, Италия, одан кейін Азияда Жапония ең алдағы тұрған елдер. Одан кейін өтпелі экономикалық елдер, олар мынау ТМД елдерін айтуға болады, Балқан түбегіндегі елдерді айтуға болады. Одан кейін дамушы елдер. Дамушы елдерге жер шарындағы ең артта қалған, даму деңгейі төмен мемлекеттерді айтамыз. Оған көбінесе Африканың орталығындағы елдерді айтсақ болады, Латын Америкасындағы ұсақ елдерді айтсақ болады, және Тынық мұхитындағы елдерді айтсақ болады. Көп бөлікті модель. Көп бөлікті модель жер шарындағы мына аймақтар кіреді: Европа, Солтүстік Америка, Жапония, Қытай, Үндістан, оңтүстік батыс Азияның мұнай өндіретін елдері, жаңа индустриялы елдер, ТМД елдері, Бразилия және Мексика. Одан кейін қарастыратынымыз жаңа үш бөлікті модель. Ол ғаламдық орталықтар, өтпелі аймақтар және шеткі аймақтар деп бөлінеді. Сіздерге тапсырма. Дескриптор бойынша орындаймыз. Оңтүстік батыс Азияның мұнай өндіретін елдерін анықтап, кескін картаға белгілеу. Одан кейін ТМД елдерін кескін картаға белгілеу. ТМД елдерін белгілейсіздер кескін картаға және астанасын жазамыз. Келесі тапсырма: терминдердің анықтамасын жазу және терминдер бойынша мысалдар келтіру. Мысалы, терминдер берілген: аймақ, аймақша, ел, экономикалық аудан, өнеркәсіп торабы, өнеркәсіп орталықтары. Осы терминдердің анықтамасын жазамыз, содан кейін осыларға мысал келтіреміз. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия, қосу алу қызықты деп аталады. Яғни сіздер дәптерлеріңізге бүгінгі алған білімдеріңізді жазасыздар қосуға, алу ол түсінбеген сұрақтарды жазасыздар. Қызықты дегенге қандай ақпарат ұнады, осы ақпараттар туралы жазасыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.